Nauruz meyramı құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осыған орай біздер наурыз көже пісіретін боламыз. Оған қажетті бізге жеті өнім: ет, тұз, перловка, қолдан жасалған лапша, мейіз немесе өрік, морковь және сүт. Ең бірінші етімізді саламыз. Менде мында жылқының еті. 1,5 сағатқа қайнатып аламыз. Енді көбігін аламыз, қайнады. Ендігі кезекте етімізді алып аламыз, піскен үстіне. Сәбіз саламыз. Перловка саламыз. Минут қайнатып аламыз. Содан кейін кеспемізді, өрігімізді салатын боламыз. Бізде 20 минут өтті. Енді қалған ингредиенттерді қосатын боламыз. Кеспеміз, өрік, және жаңа турап қойған етіміз, піскен ет. Содан кейін сүтті қосамыз. Енді тағы 10 минутта қайнатамыз. Біздің наурыз көже дайын болды. Чедамды болды. Біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басып кетіңіздер. Тағы да наурыз құтты болсын. Сау болыңыздар.